Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы мәтін және оның түрлері. Бүгінгі сабақта мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау, мәтіннің түрлерімен танысасың, мәтіннің ерекшеліктерін ажыратасың. Балалар, мына сызбаға назар аударайық. Біз әріптен сөз құраймыз, сөзден сөйлем құраймыз, сөйлемнен мәтін құраймыз. Ал мәтіндегі сөйлемдер өзара байланысқан болады. Мәтіннің үш түрі бар: әңгімелеу, сипаттау, пайымдау. Әңгімелеу мәтінінің негізгі сұрағы не болды, не істеді? Мына мәтінге назар аударайық. Сынып оқушылары терезе алдындағы гүлдің топырағын қопсытады. Оған уақытылы су құйып тұрады. Демек балалар, бірінен кейін бірі болатын әрекет, оқиға баяндалатын, хабарланатын мәтін әңгімелеу мәтіні деп аталады. Әңгімелеу мәтініне не болды, не істеді сұрақтары қойылады. Бірінші мәтінде кім және не туралы айтылған дейді балалар. Бірінші мәтінде сынып оқушылары туралы айтылған және гүл туралы айтылған. Балалар алдымен не істейді? Балалар алдымен гүлдің топырағын қопсытады. Содан кейін гүлге су құяды. Болған оқиғаның ретін көрсетіп, тұрған қимылды білдіретін сөздерді ата. Қопсытады, құйып тұрады. Осы мәтінге қандай сұрақ қоюға болады дейді балалар. Осы мәтінге не істеді деген сұрақ қоюға болады. Яғни бұл мәтініміз әңгімелеу мәтіні не жатады балалар? Сипаттау мәтінінің сұрағы қандай? Балалар, мәтіннің екінші бөлігіне назар аударамыз. Құмырадағы гүл өте әдемі. Оның қып-қызыл гүлдері көздің жауын алады. Хош иісті гүлдері мұрныңды жарады. Заттың немесе құбылыстың сын сипаты берілген мәтін сипаттау мәтіні деп аталады. Сипаттау мәтініне қандай сұрағы қойылады? Мәтіннен қандай гүлдер деген сұраққа жауап беретін сөздерді тауып көрейік. Өте әдемі, қып-қызыл, хош иісті. Осы сөздер қандай деген сұраққа жауап береді. Демек, бұл мәтін бөлігі сипаттау мәтініне жатады. Заттың немесе құбылыстың сын сипаты берілген мәтін сипаттау мәтіні деп аталады. Сипаттау мәтініне қандай сұрағы қойылады? Мәтіннен қандай гүлдер деген сұраққа жауап беретін сөздерді тауып көрейік. Өте әдемі, қып-қызыл, хош иісті. Осы сөздер қандай деген сұраққа жауап береді. Демек, бұл мәтін бөлігі сипаттау мәтініне жатады. Пайымдау мәтінінің негізгі сұрағы неліктен? Балалар, мәтіннің үшінші бөлігіне назар аударайық. Айболға мұғалім ескерту жасады. Өйткені ол гүлді жұлып алып, мұғалімге ұсынған еді. Балалар, екінші тапсырмада суреттерге қарап, біздің сынып тақырыбында әңгімелеу, сипаттау мәтіндерін құрастырып көріңдер. Қай мәтін түріне сурет берілмеген? Бұл жерде әңгімелеу не істеді сұрағына жауап береді. Сипаттау қандай деген сұраққа жауап береді балалар. Әңгімелеу және сипаттау мәтіндеріне сурет берілген екен. Суреттерге қарап, әңгіме құрастырып қараңыздар. Ал пайымдау неліктен сұрағына жауап береді. Сіздер байқасаңыздар, пайымдау мәтінінде сурет берілмеген. Пайымдау мәтініне қандай сурет салуға болады? Балалар, сызбаға мұқият назар аударамыз. Сызбаны пайдаланып, пайымдау мәтінін құрастырып жаз.
дәлелденетін пікір. Өйткені, себебі, неге десеңіз, сөздерін пайдалана отырып пайымдау мәтінін құрастырғанда ойыңызды дәлелдеу мақсатында, сондықтан сол себепті демек сөздерін пайдалана отырып қорытынды жасап жазыңыз. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.